Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер, оқытушылар. Бүгінгі біздің ашық тәрбие сағатымыздың тақырыбы 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні. 1 мамыр 1995 жылдың наурызында дүние жүзіне үлгі болып отырған ұлтаралық татулық пен тұрақтылықтың феномені Қазақстан халықтар ассамблеясы құрылды. Бұл ешбір елде болмаған ерекше саяси маңызы зор құрылым. Елбасының Қазақстан халқына жолдауында айтылған мәселелер қатарында ерекше көрсетіліп кеткен бағыттың бірі Қазақстан халықтары ассамблеясының рөлін нығайтуға байланысты. Бағыттың бұлай аталуының өзі өзіндік этносаралық және де конфессияаралық келісімнің жетілдірілген моделі қалыптасқан ассамблеяның ұлтаралық қарым-қатынасты нығайтудағы ерекше орган болып табылатындығын көрсетеді. Бүгінде достық атты бір шаңырақ астында шоғырланған әрбір ұлттық мәдени орталықтар мерекеде ән айтып, би билеп, жалпы халықтық мейрамда дәстүр мен салтқа толы түрлі көріністер көрсетіледі. Бірлігі бар елдің берекесі бар деген атам қазақ. Берекені көздеген ел мерекелі тірлік жасаудан жалықпаған. Береке бастауы бірлік, ел іші тату тірлік қағидасын ұстанған ел үшін бұл мейрамның орны ерек. Жыл сайын атаулы мерекеде Қазақстан аумағында тұрып жатқан 132 ұлт пен ұлыс өкілдері киелі қара шаңырақта тату тәтті береке мен бірлікте, бейбітшілік пен ынтымақта өмір сүріп жатқандығын тойлайды. Еліміздегі этностарды бұрынғыдан да жақындастыру үшін бүкіл Қазақстанда жаппай патриоттық шерулер өтеді. Қазақ елінде 132 ұлт өкілдері өмір сүруде. Оның ішінде Әзірбайжан мен қытайлар, орыстар мен белорустер, және де сонымен қатар кәріс, өзбек және де қырғыз бауырлар өмір сүріп жатыр. Башқұрт, шешен, кавказдықтар, 1 мамыр қазақ елінде бүгінде әрбір ұлтқа салт дәстүрлерін жаңғыртуға, мәдениеті мен әдебиетін дамытуға, тілінің жетілуіне қамқорлық көрсетілуде. Осының бәрі елбасының қоғамдағы азаматтық ынтымақтастық пен ішкі саяси тұрақтылықты сақтау стратегиясын дұрыс таңдап, ұлтаралық қатынастарды реттеудің тиімді тетіктерін жасай білуінің арқасында мүмкін болуда. Бірлік, ынтымақ, достастық, татулық, қазақ халқының бірлігі күні құтты болсын.